Соня Жиенбаева 2 аптада 2 титул жеңіп, рейтингте рекорд орнатты. Қазақстандық теннисші Испаниядағы қатарынан қос турнирде жеңіске жетті. Соның арқасында 20 жастағы спортшы әлемдік рейтингте бірден 284-ші сатыға жоғарылады. Отандық спортқа қатысты өзге де жаңалықтармен әріптесім Аслан Қаженов таныстырады. Бибісара бас жүлдеге бір табан жақындады. Американың Сент-Луис қаласында шахматтан әйелдер арасындағы супер турнир жалғасып жатыр. Кайрс Кап деп аталатын байрақты бәсекеге жыл сайын әлем үздіктері жиналады. Араларында қазақстандық Бибісара Асаубаева да бар. Ол жарыстың кезекті күні грекиялық Ставрулу Сулакиуді жеңіп, маңызды бір ұпайға қол жеткізді. Қазір оның еншісінде 4,5 ұпай бар және соның арқасында жалпы тізімде 2-ші орынға көтерілді. Топ басында қытайлық Тан Чуни тұр, алда шешуші соңғы жарыс күні қалды. Оның аясында Бибісара Асаубаева мен Тан Чуни кездесіп, өзара бас жүлдені сарапқа салады. Сент-Луис қаласындағы турнир 20 тамызға дейін жалғасады. Оның жалпы жүлде қоры $250 мың құрайды. Жеңімпазға $60 мың беріледі. Рибакина 4-ші айналымда. ақш-тың Цинциннати қаласында теннистен WTA 1000 санатындағы турнир жалғасып жатыр. Жарыстың кезекті күні қазақстандық Елена Рибакина польшалық Магдалена Френкпен кездесті. Елена әлемдік рейтингте 2-ші, ал Магдалена 41-ші тұр, десе де тартысты ойын өтті. 2 сағатқа созылған кездесу 6-3, 6-4 есебімен аяқталды. Енді Елена Рибакина ресейлік Диана Шнайдермен жолығып, ширек финал жолдамасын сарапқа салады. ақш-тағы теннис турнирі 20 тамызда мәресіне жетеді. Оның жалпы жүлде қоры $7,430 мың құрайды. Ұлттық валютаға шаққанда $3,450 миллион. Хамзамен жекпе-жегім Нью-Йоркте өтеді деп үміттенемін. Қазақстандық кәсіпқой боксшы Жәнібек Әлімханұлы осындай мәлімдеме жасады. Ол WBO ұйымының ортадан жоғары салмақтағы әлем чемпионы британдық Хамза Ширазға міндетті қарсылас атанды. Осы тұрғыда Жәнібек Топранг промотерлік компаниясы Хамзамен жекпе-жегімді Нью-Йоркте өткізеді деп үміттенемін. Себебі ол жақта қазақ көп. Арена менің жанкүйерлеріме толады деп жазды әлеуметтік желідегі парақшасына. Айта кетейік, бүкіл әлемдік бокс ұйымы Жәнібек пен Хамза жекпе-жегін міндетті қылып бекіткеннен кейін қос боксшының командасы шарттарды келісу үшін 20 күн уақыт алды. Егер осы мерзімде ортақ тоқтамға келе алмаса, жекпе-жекті өткізу құқығы үшін арнайы сауда ұйымдастырылады. Қазір қазақстандық боксшыларда кәсіпқой рингте жүрген әлем чемпионы титулы жоқ. Жәнібек Әлімханұлы және Мейірім Нұрсұлтанов осы бірер ай көлемінде сол белдіктерге таласып көреді. Жерлестерімізге сәттілік тілейміз.